Мұса атаның өзінің тілі бар, өзінің ділі бар, өзінің мінезі бар, өзінің көз қарасы бар. Сонысымен қызықтырды. Оқып шыққаннан кейін абырай, шынымды айтсам, мыналар мені алса жақсы болар еді деген ой келді. Неге десеңіз, мен Мұса атаға ғашық болдым. Не болып қалды екен, а? Не де болса бара көрерміз. Мүмкін бірдеңесі дұрыс болмай қалды ма екен? Оларға менің керегім болып тұрғай, әйтпесе шақырмаса керек еді. Онданы таң жарыққа айт. Апарып алып келсін. Иә, жарайды. Шалау! Театрда ойнаған образдар, рөлдер, ол бәрібір біздің жаңағы ішіміздегі өзімізге бәрі жиналған тәжірибеміз, ойнаған образдарымыз, театрда ойнаған образдарымыз. Тек фильмда ойнаған кезде ол театрда әртүрлі образдарды ойнаған менде оның жаңағы беруі көрерменге басқаша. Ал кинода оны көзқараспен де ішкі жан дүниені, сондай сезімдерді, бүкіл жан дүниеңнің құбылысын, сол жанарыңмен де, жүрегіңнің лүпілімен де, соның бәрін мен осы фильм арқылы ғана өзім білдім, сезіндім. Бір күні осы фильмнің продюсері орынбасар маған звондап, Жәке, сізге осындай бір көршінің рөлін ойнатсақ деген ой туды, соған қалай қарайсыз дегенде ішім жылып қоя берді. Бір жағынан қуандым, бір жағынан қалай болады екен деп қорқада барғаным өтірік емес. Ау, шал, денсаулығың қалай? Көрші кел, Құдайға шүкір. Не болды? Аналдың істегенін қарамайсың. Аты аунаған ғой. Мынандай сөз бар. Айға да жеттік, бірақ қазір көршінің есігін қақпаймыз деген бір ұлағатты сөз бар да. Бұлай қарап отырсақ, шын мәнінде сондай. Ал бұл фильмде көршісі оған еркелейді, сырынды айтады. Әкесіндей жақсы көреді оны. Құрмет тұтады ол кісі. Ол кісінің адалдығын, ақылдылығын құрметтейді. Балаға ұрса бермей, көп нәрсені көзіне көрсетіп, түсіндіруге тырыссын. Өз түсінсін, ұқсын, ақылына салып ойланып көрсін, жарай ма? Сөзіңіздің жаны бар. Нағыз қазақи ақсақалдың образын шығару және сол арқылы басқаларға тәрбие беру, сол қазақтың ақсақалы қандай болу керек деген бір сұраққа жауап іздедік, жатпай тұрмай. Оны ойнап көрдік, жүріп көрдік, сөйлеп көрдік. Өзіміз енді кезіндегі ақсақалдарды, сондай бір адуынды ақсақалдарды аз көрсек те, кітаптан оқығанымыз бар, ауылда өскендігіміздің осы жерде пайдасы көп болды. Сондықтан біз соны беруге тырыстық. Әке, Михалков деген ол режиссер бар. Жалпы мен мойындайтын, көп адам мойындайтын. Михалковтың әдемі сөзі бар. Кино үш нәрседен тұрады дейді. Біріншісі сценарий дейді, екіншісі сценарий дейді, үшіншісі тағы да сценарий дейді. Маған ұнаған нәрсе сценарий. Сценарий ұнады маған. Халыққа өте жақын. Амансыз ба? Идея басымызда тұрды. Ораза қабыл болсыннан кейін, 1,5 жылдан кейін енді соны шығару керек болды. Ары қарап демеушілер іздедік та, соған кірісіп кеттік. Елдің бәрі ойлайды, негесіндер 2-3 айда сценарий жазып тастадыңдар, өйткені ол сценарийді біз жазбай тұрып та бірнеше уақыт, жылдар бұрын біздің ішкі жан дүниемізде қозғалып жүрген. Мен өзім алдыма киноға түсіп атсам, немесе театрда бір образдар жасап атсам, осы аналарымның, шіркінай, осы аналарымның бір образдарын жасап шығара алатын қалге жетсем екен деп өзім актриса ретінде армандайтын. Шалау, үмітіңді үзбей ұлыңа барып қайтсаңшы.
көнді. Енді о жақтағы бала мен келіннің жағдайы маған тағы да мәлім. Білем. Бала тумай жүргенге мен ғана кінәлім ба? Солай ма? Әрине, әке үшін баланың бақытты болған жақсы. Семьядағы ырың-жырың, жаңағы менің жасаған Қайрат пен жаңағы жол әйелдің арасындағы қақтығыс, екеуінің арасындағы бала болмауы, соның барлығы әкеге қатты тиеді. Бала болмағанда, мен ойлаймын, ол мен жасап жатқан образыма Қайратқа өте, қалай айтсам, көмектеседі. Өйткені Қайрат жай ғана отырған кезде, мешітке әкесіне келген кезде, сол әйелінен көтерізіп, екі таудың ортасындағы салбырап тұрған бір адам сияқты сезінеді өзін. Әкесіне барайын десе есейіп біткен. Әкесі мешітте тұр. Әкесі есейіп біткен. Қашанғы әкесінің құшағына кіреді. Қашанғы әкесінің қолтығының астына қамқор болады. Кері шегініп, әйелмен бірге болайын десе, әйелінің түсінігі анау. Дәл сондай бір абдырап қалған бір сәтті жасағың келді. Бірақ әкеге деген бір балалығын, құрметін оның көзінен көрсеткім келді. Мешітке баратқаныңызды көріп қалдым. Үйге неге тоқтат. Кез келген жағымсыз кейіпкерді ойнаған кезде оның жағын іздеу керек. Неге ол жағымсыз болды, соны зерттеу керек. Сонда ғана образ салмақталады, образ ашылады. Әке, мынау сізге деген біздің көмегіміз. Қайрат. Қайраттың бір адалдығы, ол әкесіне Меккеге көмекке ақшаны өзінің маңдай терімен, адал жолмен тапқан ақшаны алып берді. Өркендерің өссін қарақтарым. Бұларың үлкен іс. Рахмет сендерге. Алланың бір ризашылығы солардың бойында болса екен деп, тек сыртынан тілеуге шешім байлаған ана. Ендігі мақсаты осы бір парызымыз, жаңағы Меккеге барып келуді, осы отағасыз соған барып келсе екен деген мақсатқа ғана алға қойып, басқаның бәрін Алладан тілеп отырған ана деп өзім солай алдым. Әке, не істеп отырсың? Ең қиын эпизод әкесінің ең соңында баласының жаңағы арам жолмен тапқан ақшасын біліп қойып, дәл сол кезде әкесі баласын түсінгісі келмей бетіне ақша шыққан моменті мен үшін өте қиын болды. Бұдан бұлай еш уақыта әке деме. Бәлкім дәл осы қасиетсіздігіңнен шығар. Алланың саған ұрпақ бермегені. Ол эпизодта жұмыс істеу қиынға түскен жоқ. Неге десеңіз, әкеміздің берген тәрбиесі шығар. Әділдік деген. Біреудің алажуын аттама деген. Сондықтан ол арам ақша екен, жеңіл келген ақша екен әкесі көріп тұрған. Сондықтан ол жерде менің әкемнің берген тәрбиесі жұмыс істеді ме деп ойлаймын. Маған қиын болған жоқ ол эпизодты жұмыс істеді. Қаша сарт етіп ашылған кезде тура жүрегің не болды екен деген, қандай көңіл күймен келеді деген күдікпенен бірден көзқарасыммен қарап сол жерде білдіруге тырыстым. Шалда көңіл күй жоқ. Киноны қарап отырғанда да өзіме де әсер етті. Ал сол кезде де мен рахаттанып ойнадым. Бұл жерде маған режиссердің өте жақсы көмегі тигені, маған керемет іс-қимыл берді.